2020 жылдың 1 қараша күнінен бастап төлем картасы арқылы жолаушылар ағынының статистикалық есебін жүргізуге және нақты деректер арқылы әлеуметтік мәні бар маршруттарды субсидиялауға мүмкіндік туады. Төлем картасын енгізілетіні туралы қала әкімінің орынбасары жұртшылыққа осыдан біраз уақыт бұрын хабарлап түсініктеме берген болатын. Сонымен қатар цифрлы Қазақстан тұрғысынан да бұл шешім көптеген мәселеге тиімді болмақ. Ақша салсақ, кей кезде ақша болмай қалуы да мүмкін. Сол жағдайларда карточкада тиімді ғой деп ойлаймын. Халыққа қызмет көрсету орталығында сатып ала аласыздар. Ұлы Отан соғыс ардагерлері, тыл еңбекшілері, батыр ана, алтын алқа, күміс алқа және көру мүмкіндігі бойынша бірінші топтағы мүгедектер кіре алады. Біріншіден, қолма-қол ақшасыз төлемдерді енгізуге, қоғамдық көліктің қызметін жақсартуға және жолаушыларға қолайлы жағдай жасауға, қалалық бюджетке түсімдерді арттыруға септігін тигізді. Жоба жеке инвестор Казсмарттранс есебіне іске асырылды. Инвестицияның көлемі 1 миллиард теңгені құрады. Төлем картасын алғаныма 1 ай болды. Бұл картамен төлеген маған өте қатты ұнайды. Қоғамдық көлікте жол жүру ақысын төлеу үшін төлем картаның 4 түрі қарастырылған. Бірінші стандартты, екінші мектеп оқушылар мен студенттерге арналған және жеңілдетілген карталар. Жолаушылар көлік картасымен SMS, QR-код, смартфондағы NFC қолдана отырып жол жүру ақысын төлей алады. 1 қарашадан бастап көлік карталары арқылы қолма-қол төлеу кезінде қазіргі қолданылатын тарифпен 70 теңге төлейді, ал қолма-қол ақшамен төлеу кезінде тариф 100 теңге болады. Одан бөлек бір рет тегін жол жүру ақысы берілмек. Сіздермен бірге болған Сахынбек Сара, арнайы телевизия режиссері негіздері үшін.